Достар, видео басталмай жатып маған тезірек 65 подписчикке жетуге көмектесіп кетіңіздер. Рахмет. Аян мен Дамир ауылға каникулға келген. Екеуі қалада өскен. Ал бұл атасының ескі үйі. Үй үлкен, ағаштан салынған. Іші сәл салқын. Түнде тоқтайлары сықырлап тұрады. Атасы кешке бір ескерту айтты. Түнгі 3-тен кейін дәліздегі үлкен айнаға қарамаңдар. Қарасаңдар жауап бермейтін нәрсені көресіңдер. Балалар күліп жіберді. Дамир сыбырлап, классикалық страшилка ғой, деді. Айна дәліздің соңында ілулі тұр екен. Биік, ескі, шеті қарайып кеткен. Күндіз қарасаң өзіңді ғана көресің. Бірақ шынымен біртүрлі сезім береді. Түнде олар ұйықтай алмай жатты. Дала тым-тыныш, иттер де үрмейді. Сағат тықылдайды. Сағат қанша, деді Аян. 2-ден 56 кетті, деді Дамир телефонға қарап. 3-ке аз қалды. Дәл сол кезде дәл жақтан бір дыбыс шықты. Біреу жай жүріп келе жеткендей. Еден сықырлады. Атан шығар, деді Аян. Бірақ дауысы сенімсіз шықты. Тағы дыбыс. Бұл жолы айна жақтан бір дауыс түк деген сияқты. Барамыз ба? Деді Дамир. Бармаймыз, деді Аян. Қорқып тұрсың ба? Жоқ, бірақ керек емес. Бірақ қызығушылық женді. Екеуі есікті жай ашып терезге шықты. Үй қараңғы. Тек терезеден ай сәулесі түсіп тұр. Айна сол жарықта күңгірт жылтырады. Сағат 3-тен 1 кетті. Қарамаймыз да өтіп кетпейміз, деді Аян. Олар айнаны жанай өтіп бара жатқан кезде Дамир тоқтап қалды. Біреу, ананың ішінде біреу тұр ғой, деді. Қойшы, деді Аян ашуланып. Өзіміз ғой. Жоқ, артымызда. Аян еріксіз бұрылып қалды. Айнада екеуі тұр, бірақ арттарында тағы біреу бар. Ұзын бойлы, қара көлеңке сияқты. Бет анық емес. Тек басы сәл қисайып, оларға тым жақын тұрғандай. Аян жалт бұрылды, артта ешкім жоқ. Көрдің бе, деді Дамир сыбырлап. Бұл жарықтың ойыны, деді Аян, бірақ өзі де бозарып кеткен. Тағы қараш. Жоқ. 1 секундқа да. Дамир айнаға қайтадан қарады. Бұл жолы айнадағы көрініс кешігіп қозғалды. Нақты өз басын бұрғанда айнадағы өзі бір сәтке кеш бұрылды. Бұл дұрыс емес, деді ол. Сол сәтте айна ішіндегі 3-ші көлеңке басын тіктеді. Екеуі де қатып қалды. Айнадағы көлеңке ернін қозғады. Дыбыс шықпады. Бірақ сөз анық оқылды. Дамир шегініп кетті. Айна ішкі жағынан біреу саусағымен шынына баяу тарсылдатты. Үйдің іші суып кеткендей болды. Жүр, деді Аян. Екеуі бөлмеге жүгіріп кіріп, есікті жапты. Жүректері қатты соқты. Не болды бұл, деді Дамир. Ұйықтайық. Қазір ұйықтап қалайық, деді Аян. Бірақ ұйқы қайда? Сағат 3-тен 17 кетті. Дәлізден тағы дыбыс шықты. Бұл жолы анық. Біреу есікке дейін жүріп келеді. Тоқтады. Есіктің сыртынан сыбыр естілді. Дамир сыбырлады. Бұл атаның даусы емес. Тұтқа баяу қозғалды, бірақ есіл ашылған жоқ. Аян көрпені басына дейін жамылды. Дамир телефон шамын қосты. Таң атқанша дыбыс қайталанып тұрды. Кейде қадам, кейде шынына тырнағандай сызат үні. Таңертең атасы оларды асқа шақырды. Екеуі ұйқысыз үнсіз шықты. Түнде дәлізге шықтыңдар ма, деді ата. Екеуі бір-біріне қарады. Я, ата күрсінді. Айна бұрын басқа үйде тұрған, өрт болған үйде. Сол жерде бір адам айна алдында жоғалған. Денесі табылмаған. Содан бері түнгі 3-тен кейін қараған адам жалғыз болмайды. Біз көлеңке көрдік, деді Дамир. Ата үндемей орнынан тұрды да дәлізге барды. Айнаға ақмата жауап тастады. Енді қарамаңдар. Сол күні түсте Аян телефондағы түнгі суреттерді қарап отырды.
кездейсоқ камера ашылып кеткен екен. Дәліздің қараңғы видеосы жазылып қалыпты. Видеода екеуі айна алдында тұр, ал арттарында тұрған көлеңке анық көрінді. Ең қорқыныштысы, видеоның соңғы кадрында көлеңке камераға бұрылып күлімсірейді, ал оның көзі дәл қазір экранның ар жағынан қарап тұрғандай еді.